Ал видеосының біріншілерге Бико HD деген баланың асынысын бұл баланы өте керемет влогтар көре аласыздар, өте қызықты сияқты. Так что лайктан басып, анағасына энерджидан келдім деп комментариясына жазылып тіркеліп кетеміз. Алыншы, екінші пиарға кеттік көде. Ал екінші пиардағы бала скиллер балар деген, скиллмайнг мастер попшер деген баланың анасынан бұл да өте керемет оформление десем өтіп болды, бірақ афа шапкасы өте керемет ұнаттым маған, бірақ біреуін өзгертіп видеосын жақсылап түсірсе өте керемет болады. Әйтпесе топ бала. Жаңағы бала Клефидан келген балақай, және де ал мынау білмеймін, есінен шығып кетті, кімнен келгенін білмей. Бұл да бір ютуберден келген, мені көруге аса келген балақай. Әнше осыған мен сияқты тіркеліп колокольчигін басын басылмайды. Алынше осыған тіркеліп колокольчик басып кетейік. Екеуінің де ссылкасы описание. Алынше өзіміздің видеомызға әрекет көде. Йоу, бәріңіз сәлем достар, сіздермен бірге Energy Dasher. Бүгін видеода өте керемет Bedwars. Достар, бүгінгі видеода ешқандай да хайповый видео емес. Бүгінгі видеода Касымның балдарымен бірге жасаймыз. Касымның видеосын потом салатын болым. Бүгін бірлік туралы видео шығатын болым. Енді осы видео лайктан басып ана жазып отырыңыздар, және де немен топ комментарий жазып отырыңыз. Алынша видеомызға әрекет көтес. Мен лайктан басып отырыңыздар. Йоу, мінекей өзімізді кәдімгімізге келіп жеттік. Чайна Таун картасында ончик мен дакончик бүгін видеода осындай топ әрлерімен бірге видео. Енді көп созбай өзіміздің видеомызды бастайық. Так, бүгін видеода мен не айтамын? Бүгін видеода мен бірлік туралы мағлұматтар айтатын боламын. Бірлік жаңадан келген ютуберіміз, бұрындағы ютубер. Ол бұрын 5000 подписчигі бола тұра сатып жеді подписчиктерін. Және де оған көп сыбыстары келді. Кім біреу шықты емес, 420 ма 300 ба подписчигі бар. Бірлік лох чорт файтқа шығамайды деп айтты емес па. Содан кейін бірлік ютубтан кетіп қалды ма, бірнәрсе өшім өзі Free Fire'ға кетіп қалған болатын. Сондай. Енді қазір қайттан келді. Ол бірақ қазір қайттан келгенге ұқсамайды. Ол қазір тағы да ақша үшін келген сияқты. Мен бұрын оны жамандамайын, просто ол қазір ақша үшін келді деп ойлаймын тағы да. Енді барлық ютуберлер ақша үшін келді ютубқа, бірақ ол конкретно ақшаға құнығып кеткен адам бар ғой. Ё-майо, бизнесмен, өзінің аты бизнесмен. WhatsApp'та Каз Family деген группа бар, сода атын, яғни статусынан бизнесмен деп қойған. Ебой дейсің ғой да. Енді бірлік мен қазір бірлікті бұрын сүйіп көретін дегенде болатын. Енді жақсы ютубер етін жамандатқы жоқтаватқым бұл, бірақ қайтып келді. Енді мына жерде шайт етіп жүретін болман, бағанаға төрт етіп қойған қызылды іздеп жүрем, деп тупу қуып жүрген бар ғой. Өшім сондай. Бірлік миллионер. Миллионер ма деген емес, миллионер. Миллионер деген сұрақ керек емес, ол миллионер. Ол миллионер деуге туралы, өйткені ол қатымыт министрдің баласы деуге тұрар ма, сондай министр ма, әкімнің баласы ма, солай сияқты бар ғой. Қарасаңыздар, мен сол қараңыздар, енді тыңдаңыздар, осыны одан кейін сөзін жалғасатын болым. Қазір бірліктің сөзін тыңдаңыздар. Және каналда монетизация қосылу тұру керек пе, әлде қосылмай тұру керек па деген сұраққа жауап берейін. Монетизация қосылса да қосылмаса да мен сатып аламын. Емес. Бастысы каналда 1000 подписчиктен жоғары подписчик саны болуы керек. Егер де 1000 подписчиктен төмен подписчик саны болса, менің ВК-ма жазудың қажеті жоқ. Мен бәрібір сіздің каналын сатып алмаймын. Сіз құрдан бекер менің және өзіңіздің уақытыңызды аласыз. Егер де сіздің каналыңыз монетизациясы бар болса, ішінде көптеген видеолар активіңіз жақсы болса, мен сіздің каналыңызды қымбатқа сатып аламын. Сіздерге мен бағана видеоның басында айтқан қалай ақша табуға болатын жолын айтайын. Яғни мен сіздерге жұмыс ұсынамын. Бұл жұмыстың мақсаты монетизация қосылған немесе қосылмаған 1000 подписчиктен саны көп, страйк жоқ, нарушение жоқ каналдарды табу. Яғни сіздің басты тек қана бір мақсатыңыз сатылатын канал. Екінші,
мен бұл каналдарды не істеймін? Талай канал сатып алып жатырмын, ол каналды не істеймін? Жарайды айтайын. Егер де ол каналда монетизация қосылмаса, онда мен ол каналды өзімнің жұмысшыларыма тапсырамын. Яғни менің жұмысшыларым бар. 14 жұмысшым бар. Сонда әрбір каналды мен әртүрлі бағаға сатып аламын. Мен сіздерге жай ғана мысал ретінде айтып тұрмын. Сіздердің каналыңыз тура осындай болса, мен бағаны айтқандай бағаға алмаймын. Яғни әртүрлі баға болуы мүмкін. Жалпы қатып қалған баға жоқ, әртүрлі бағада болады. Ол каналдың активностына, каналдың просмотр санына, каналдың подписчигіне байланысты. Егер де сіз монетизация қосылмаған сатылатын канал тауып берсеңіз маған, мен сізге 100 теңгеден 1000 теңгеге дейін төлеймін. Сіздің жалақыңыз сіздің тапқан каналдың бағасына және подписчик санына қарай болады. Ал егер де каналда монетизация қосылса, онда мен сіздің каналыңызды егер де сіз тапқан каналда монетизация қосылса, онда мен сізге 1000 теңгеден 30.000 теңгеге дейін беремін. Яғни орташа сізге беретін жалақым 10.000 теңгеден 15.000 теңгенің арасы. Ал ең көбі 30.000 теңге, ең азы 1000-2000 теңге. Бұндай жағдайда мен сіздерге подписчик саны аз, каналдың бағасы өте қымбат болып жатса, мен сіздерге осындай ақша төлеймін. Ал егер де каналда подписчик көп, бағасы арзан, монетизация қосылса, онда мен сізге 30.000 теңге төлеймін. Сондықтан Йо-майо, мінекей тыңдаңыздар, бірлік 30.000 теңгеге дейін жалақы төлей алады. Бұл өзіне сенімді татаву. Мінекей бәрін тыңдаңыздар, егер де контент тыңдасаңыздар, түсіндіңіздер. Енді өздеріңіздер бірліктің видеосын көрген шығарсыздар. Көргендер де бар, көрмегендер де бар. Енді көрмегендерге тыңдатып тұрмын. Мінекей бірлік миллионер, бірлік болашақ миллионер, олигарх, миллиардер, бизнестің көзін тапқан балақай. Бала. Менің бір жастық кіші қойында. Міне, бизнесмен деп осы баланы айтуға болады. ютубтың көзін тапқан бала. Егер де осылар бірлік сияқты ютубер болса, Қазақстан не деген экономикасы дамып кетермеді деп қойды. Ой май гад, бірлік ютубтың көзін тапқанша экономиканың көзін тапсай, бауырым, түсіндің бе? База жоқ сенің басыңа ше. Мінекей, ол айтты, біз дамытып қымбатқа сатып жеріміз деді. Оны қаншаға сатып жерді? Бірмен ағылшындарға $100 сатып жер мүмкін. $100 қанша? Әрине 40.000 теңге. Мына 4.000 теңгеге сатып алдым ма? Еселеп сатып жерді. Еселеп ақша тауып алу кәдімгідей. И оны кәдімгідей жұмысшыларына таратып береді. Бір 10.000-15 мыңнан, бір 5.000 мыңнан деп сатып ақысын бере салады, болды. Жалко емес, қалған ақша қор қалтасында қалады, болды. Мінекей достар, бірлік бизнестің көзін тапқан бала. Мен оны жамандамаймын, просто қалдым ода көрдімошылық демек қойын. Топ бала, балақай мінекей. Енді барлық балалар осындай болса, бір-ке доктор көбіп кетпесе болды. Енді сендерге осы видеоны салықтыңыз басып, ана жазылып кетіңіздер. Банық оу май деген монтажын өзінде мен кәдімде оу май деп шоке болдым. Сол бірліктің сөздерін тыңдап ше. Сол бағанағы 2-3 мәрте тыңдадым, сол видеосын бар ғой. Сөйтіп сіздерге тыңдатып видео шығарып отырмын. Енді келесі видео қандай болсын, соны комментарий жазып кетіңіздер. Қай видеоны, қай ютуберді қозғайын. Және комментарий жазып кетіңіздер. Комментарий өз сұрақтарыңыз қалдырып кетіңіздер. Сұрақ-жауап видео түсіргім келіп, сұрақ-жауап видео түсіргім келіп жатыр. Так что сұрақтарын қойып кетіңдер. Любой сұрақтарға жауап беремін. 18+ болсын, 20+ болсын. В общем, ойларың еді, соны қойыңдаршы. Алынша сендермен болған Energy Touch және онтик, кончик, давайте осы видеоға смело бір 25-30 лайк жинап, давайте активті түсіріп қалтық. Алынша, давайте пока, чао.